Белсендірілген көмірдің пайдасын білесіз бе? Белсендірілген көмірді кімдерге ішуге болмайды? Оны қалай ішу керек? Белсендірілген көмірдің түйіршік және ұнтақталған түрі болады. Бір-біріміздің дәрі қобдишамызда табылатын бұл дәріні жүкті әйелдер мен үлкендерге қабылдауға болады. Негізінен бұл ағзаны уытты заттардан тазарту үшін ұсынылады. Әсіресе асқазан, ішек, бауырды тазалау үшін қолданылады. Сонымен қатар артық салмақтан арылуға және терінің сұлулығын жақсартуға септігін тигізеді. Белсендірілген көмірді қай кезде ішу керек? Тамақтан уланғанда, алкоголь мен арақта артық қолданғанда, іш қуысы ауырғанда, іш желденген кезде, қыжыл пайда болғанда, жүрек айнығанда, ішек ауруларында, тері бөріткенде, шаш пен тырнақтың сұлулығын жақсарту мақсатында ішуге болады. Ағза тазалықты қажет еткенін қалай білеміз? Егер ағза шлакқа толса, мына белгілер орын алады. Аллергияға жиі шалдығу, созылмалы шаршау, бас сақинасының және де бұлшықеттерінің ауруы, бетке бөртпе мен безеу басуы, лоқсу, құсу, ас қорыту жұмысының нашарлауы, ауыздан жағымсыз иістің шығуы. Міне осы белгілер адамның ағзасының шлакқа толғанын хабарлайды. Ағзаны тазалауға қанша уақыт керек? Ағзаны артық заттан тазалауға 1 апта керек. Бастысы қай ағзаны тазалау керектігін анықтап алу керек. Егер белсендірілген көмірді шамадан артық ішсеңіз, авитаминозға шалдығу қаупі бар. Дәріні бүтінде емес, ұнтақтап пайдаланған тиімді әрі пайдалы. Ағзаны тазалау үшін салмағыңызға қарай есептеп аласыз. Мысалы, 10 килограммға 1 дана таблетка жетеді. 60 килограмм шығатын сізге 6 дана таблетка керек. Оны ұнтақтап алып 1 стақан сумен ішесіз. Нәтижесі екінші күні-ақ белгілі болады. Тазалау кезінде мына ережелерді сақтаңыз. Сусынды көбірек ішіңіз. Тәулігіне 2-2,5 литр сұйықтық ішуді әдетке айналдырыңыз. Судың орнына газ, минералка мен шөптен дайындалған шаймен, морспен алмастыруға болады. Диета ем кезінде тұтынатын тағамдарды бұқтырып, буға пісіріп жеу керек. Ал ащы әрі қуырылған тағамдарды мейлінше шектеу керек. Іштегі пайдалы бактериялардың орнын сүт өнімдерімен толықтырып отырыңыз. Және де жаман әдеттерден аулақ болу керек. Құрамында спирті бар заттарды, никотині бар темекіні үзілді-кесілді ұмытыңыз. Әрине бірден тастап кету қиын, бірақ күніне мөлшерін азайтып отырсаңыз, 1 айда тастап кете аласыз. Физикалық белсенділікті арттырыңыз. Артық жүктеме денсаулығыңызға кері әсер етуі мүмкін, бірақ шектен шығып кетпеңіз. Саулығыңызды арттыру үшін таза ауада көп жүріп бастаңыз. Енді қай ағзаны қалай тазалауға келетін болсақ, артық салмақтан арылу үшін абсорбент қызметін атқаратын көмір майды ерітіп, ішектің жұмысын жеңілдететін қасиетке ие. Егер осы дәріні күнделікті ішіп жүрсеңіз, 1 аптада 3 килограммен қоштасасыз. Артық салмақтан арылу үшін тамақтан 30 минут алдын дәрінің 3 данасын ішіп алыңыз. Артынан көп мөлшерде су ішуді ұмытпаңыз. Емделу мерзімі 10 күн. Ем кезінде құрамы жеңіл тағамды тұтынуды кеңес беремін. Бауырды тазалау үшін не істеу керек? Бауыр ағзаның сүзгісі ретінде қызмет атқарады. Сондықтан барлық шлак бауырға келіп түседі. Бауырдың жұмысының бұзылуы алдымен қанға зиян. Қан арқылы бүкіл ағзаны улайды. Осы жайсыздықтың алдын алу үшін бауырды тазалауды бастаймыз. Дәріні аш қарынға ішесіз. Артынан көп мөлшерде су ішіңіз. Бірінші күні 1 дана ішесіз. Сосын күн сайын 1 данадан қосып отырыңыз. Дәріні ішкен соң 2 сағат өтпей тамақтануға болмайды. Емдеу мезгілі 2 ай. Ішекті тазалаймыз. Ішекті тазалау үшін 10 күн уақыт керек. Күніне 2 рет қабылдайсыз. Тазалап болған соң бифидолактобактерияны қалпына келтіруді ұмытпаңыз. Ол үшін дәрігермен кеңесіп, қажетті тағамдар мен дәрілерді тұтынасыз. Осыдан кейін асқазан мен ішектің айналасының ауырғаны басылып, иммундық жүйені нығаяды, әрі физикалық белсенділігіңіз артады. Аллергияны емдейміз. Көмірді тазалану үшін ғана емес, аллергияны тазалау үшін де қолдануға болады. Мысалы, аллергияны кетіру үшін күніне 2 дана дәрі ішесіз. Емдеу ұзақтығы 2 апта.
тісті ағарту үшін де қолданылады. Иә, дұрыс естідіңіз. Бұл көмір тісті де ағарта алады. Тіс пастасына ұнтақты сеуіп, онымен тісіңізді жуасыз. Белсендірілген көмірдің пайдасы зат алмасуды жақсартады. Терінің, шаш пен тырнақтың саулығын арттырады. Холестериннің деңгейін азайтады. Және де ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсартады. Қанды тазалап, ағзаны жалпы тонысын көтереді. Белсендірілген көмірді кімдерге қолдануға болмайды? Асқазанда жара болса, асқазаннан қан кеткен кезде жүрегі ауыратын адамдарға қолдануға болмайды. Жағымсыз иісті жояды. Холодильниктегі жағымсыз иістер әйелдер қауымы үшін кездесетін проблемалардың бірі. Ол қанша жуса да кетпейді. Ондай жағдайда белсендірілген көмір мен сұр нанды пайдалану керек. Дәріні ұнтақтап, нанның арасына қойып, барлық холодильниктің ішіне қойып тастаңыз. Бұл әдістен кейін мүлдем иіс қалмайды. Табиғи су сүзгісі. Көмір табиғи қалдықтар мен судағы химиялық заттарды жақсы сіңіреді. Ауа тазартқыш. Сіз белсенді көмір арқылы жағымсыз иісті кетіріп қана қоймай, бөлме ауасында тазарта аласыз. Күнделікті жұмыста қолданып жүрген ауа тазартқыштар ағзаға қауіпті екенін бәріңіз білесіздер. Егерде үйіңіздің хош иісін сақтағыңыз келсе, белсендірілген көмір таблеткасын эфир майына салып, оны пәтердің әр бұрышына қойыңыз. Осылайша сіздің үйіңіздің жұпарлығы 2 еселене түсетін болады. Бағасы жоғары сенсациялық қара масканы белсенді көмір арқылы дайындауға болатынын білесіз бе? Көмірдің 3 таблеткасын ұнтақтап, қоспаға 3 ас қасық желатин қоспасын араластырыңыз. Алынған затты терінің проблемалы жеріне жағып, 15 минут күтіңіз. Аздаған уақыт ішінде жүзіңізде сәлде болсын өзгеріс болатынын аңғарасыз. Мастыққа қарсы тұрады. Бұл көмірді байқасаңыз, ішімдік ішетін адамдар қолданады. Себебі ол мас болудан тазартады. Шаш тазалығы. Белсендірілген көмірдің сіңіргіш қасиеті шаш фолликуласы мен бас терісін тазартудың тиімді әдісін көрсетеді. Ұсақталған көмір таблеткасын шампунның бір бөлігіне жағып, шашыңызды қоспамен жуыңыз. Бұл процедура майлы жылтырды жояды және таза шаштың әсерін ұзақ уақытқа дейін сақтайды. Жууға арналған құрал. Сіңіргіш қасиетінің арқасында бетті тазартып, майды кетіреді және де әжімді тегістеуге көмектеседі. Сол үшін күнделікті жуынған кезде белсендірілген көмір таблеткаларын қолдануға болады екен. Ем болсын. Видеомыз пайдалы болған болса, арнаға тіркеліп, осы видеоға лайк баса кетіңіз. Сіздермен бірге болған Дертке шипа арнасы. Сау, саламатта болыңыздар.